Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен варикоз жайлы айтатын боламыз. Біліп жүр арнасына тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Варикоз дертінің атауы варих, яғни түйін деген латын сөзінен қалыптасқан. Ер адамдарға қарағанда, әйелдер бұл ауруға 3 есе жиі шалдығады. Сырқаттың пайда болуына артық салмақ, генетика, физикалық жүктеме секілді түрлі себептер әсер етеді. Варикоз деген не? Себептері, негізгі белгілері қандай? Варикозды қалай анықтауға болады? Қандай ем түрлері ұсынылады? Деген сауалнаға Сығанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығы бөлім меңгерушісі Асқар Жексенбіұлы Маткеримов жауап берді. Веналардың варикозды кеңеюі, түйін тәрізді шумақтардың ұзаруы, сондай-ақ қатпарлардың пайда болуы арқылы жүретін патологиялық өзгеріс. Бұл өзгерістің салдарынан қақпақшаларда ақаулар орын алып, қан ағымы бұзылады. Варикоз қан тамырларының кең таралған ауруы. Варикоздың пайда болу себептері. Бірінші, вена қақпақшасының ақауы. Адам жасының ұлғаюына байланысты қан тамырының қабырғалары жұқарып, иілгіштігі жоғалады. Екінші, венадағы жарақаттар көп жағдайда ақаулар, жарақаттардың немесе ұйыған қанның, кейде асқынудың әсерінен пайда болады. Үшінші, генетика. Төртінші, гормон. Бесінші, жүктілік. Алтыншы, артық салмақ. Варикоздың негізгі белгілері аяқтың қышуы, ауыруы және ісінуі. Варикозды қалай анықтауға болады? Бірінші, ОДЗ диагностика арқылы. Екінші, физикалық қарап тексеру. Ұсынылатын ем түрлері. Бірінші, операциялық емес, коммерциялық шұлықтарды кию. Екінші, терапевтикалық ем, венотикалық дәрілер және тағы басқа. Үшінші, инвазивтік емес тәсілдер. Бұлар лазерлік емдеу, вена ішілік лазерлік коагуляция, абляция, радиожиіліктік абляция, флемектомия және мини-флемектомия, кроссектомия, веноэкстракция. Сізде аяқтың ауруы немесе осы белгілердің біреуі болатын байқалатын болса, дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Егер де менің ақпараттарым сізге пайдалы болса, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.